Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін бізде қазақша автошолу. Алдарыңыздағы көлік Nissan Cefiro A32 кузов, 94 жылғы машина. YouTube'тан қазақша Cefiro жайлы обзор мүлде жоқ. Сол себепті өзім түсірейін дедім, айдап жүрген көлігім. Ал енді бірден сырт келбетінен бастайық. Бізде өзгертілген ABS аутеч салынды, решетка салынды, және пароктар бұрынғысынан әлде қайда әдемі болды. Негізгі Cefirоның түрі осындай болады. Бізде одан әлде қайда әдемі. Мынау ветробиктері машинаның түрін күшті ашады. Әдемі. Және машинаға газ қойылған, техпаспортта көрсетілген. Және осындай выхлоп қойылған. Дауысы бұқа қойып жүрді. Оң жақ рульдегі машина. Салоны кең бұл машинаның. Корабль қойшы. Ең бірінші коровка автомат. Бірінші машина механика болған. Екіншісі автомат алдым. Дем алдым ғой, рахат. Зимний режим бар. Және спорт режим бар. Екеуі де істеп тұр. Мынау стакан қойғыш. Мына біреулер дұрыс істемейді. Бірақ зат қоюға болады. Мынау бізде теңге салатын. Мына бір жерде телефон зарядтайтын затым бар еді, ұрлап кетті. Сосын центр замокты сосын жасаттым. Android экран бұрынғы хозяин қойған екен. Түрі жаман болып тұршы. Осыны Каспиден ондай үлкен экран бар екен. Соған қоюым керек. Таңертең аязда бұл дірілдеп бірден от алмайды. Сосын жаңа бір от алдырып ағам. Машинадағы ең пайдалы заттардың біреусі мына біреу ғой. Құдай бере саған. Жақсы көрем осы. Бардачокты көрсетіп жіберейін. Ішіне біраз зат сияды. Арт жағы кең. Мен деген дәу үш адам сияды арт жағына. Машинада подогрев зеркал, подогрев руль, подогрев сидений деген ештеңе жоқ. Бірақ жасатып алса болады. Бәрі ақшаға кеп тіреледі ғой. Есіктен қопылап ашатын. Мынау терезенікі. Бір басып қойсаң, басқа терезелер ашылмайды. Мынау енді 4 терезенікі. Обшивканың жағдайы өте нашар болып тұр. 4 есіктікі комплект 50 мың дейді. Состояниесі керемет. Багажникті кілтпен ашамыз. Осылай ешқандай салонда кнопка жоқ. Осылай кілтпен ашамыз да. Кілтпен жабамыз. Бізде өте тар. Мына жақта 60 литрлік газ баллон жатыр. Мынандай сабвуфер. Сонда бір коляска, бір чемодан сиятын ғана орын бар мына жерде. Одан артық орын жоқ. Капотын ашып қойдым. Капот жайлы бір-екі ауыз сөз айта кетейік. 30 жыл болса да міне өз-өзін ұстап тұрады. О жағына молодец. 2.5 мотор тұр, привозной. Крышкасы ғана 2 объемныкі тұр. Крышкасын лақтырып тап 2.5-тікін қою керек. Мотор V6, 2.5 газ бензин. Мынау газдікі. Компьютер ма бірдеңесін. Cefirоға газ қоятын болсаңыздар, осы Стак деген фирманы ғана қоясыздар ғой. Басқа фирма жарамайды. Басқасын алмай қойыңдар. Жалпы машина жайлы не айтамыз? Бұлардың бағалары 1 миллионнан 2,5-3 миллионға дейін бара береді. Негізгі средний цена 1,5 миллион болып қалды қазір. Былтырлар қымбатырақ сияқты еді. Бұны енді жаңағы Nexia, Matiz, 4K, P4K дегендерден 100 есе артық қой. 100 есе. Иномарка деген olsa мүлде бірде-бір рет жолда қалдырған емес. Бұл ай жарықтық бұзылып қалса да жететін жеріне жеткізеді. Апаратын жерге апарат бұл машина. Сондай бір жақсы жағы бар екен. Бұрын мен Matiz айдағам.
Матизбен жолда қалып қаласың, трос үзіліп қалады, бірдеңе болып қалады. Бұл машинадан 1,5 жыл болды, ондай ештеңе көрген жоқпын. Подшипник шашылу деген әңгіме жоқ. Ұмытасың ондай тірлікті. Тек май суын бәрін уақытылы ауыстырып отырасың. Вложение салғың келген кезде бір жерін жасағың кеп, бір артық ақшаң болса, жасай бересің. Қанша ақша салсаң сала бересің ғой. А салатын ақшаң жоқ болса, айдай бересің, жүре береді. Сондай керемет машина ғой. Енді бұл машинадан минус іздесең өте көп. Бірақ 1,5-2 миллионның айналасында бұдан артық машина жоқ деп ойлаймын. Запчасть деген жетет аяғыңа оратылып жатыр. Жібек жолда новыйында табасың, привознойында табасың. И привознойлар состояниялар керемет болады. Кәдімгі жаңа сияқты келеді. Біз көріп жүрміз. Запчастьтан таршылық көрмейсің.